Сәлем баршаңызға. Бүгін дұрыс тамақтану жолында жүрген адамдарға арналған ең керемет сорпа, жасымық сорпасын дайындаймыз. Бұған керекті заттар: жасымық, паприка, тұз, тауық еті және бір пияз. Ең алдымен газге суымызды қойып, үстіне жасымықты саламыз. Енді бетін жауып, бір қайнағаннан кейін басып қоямыз. Жасымық қайнап болғанша тауық етімізді турап қуыратын боламыз. Тауық етімізді қуыру үшін табамыздың астын қыздырып, ішіне май саламыз. Майымыз еріген соң үстіне тауық етімізді салып қуырамыз. Тауық еті дәмін келтіру үшін үстіне паприка саламыз. Содан кейін үстіне пиязымызды салып бұқтыратын боламыз. Жасымық қайнаған соң үстіндегі көбігін алып тастаймыз. Содан кейін сорпамыздың астын кішкене басыңқырап қоямыз. Піскен жасымық сорпасына үстіне бұқтырылған тауық етімізді салып араластырамыз. Ең соңында қалауыңызша тұз себеміз. Міне біздің жасымық сорпамыз дайын болды. Өзіңіздің қалауыңызша бұрыш, менде укроп кептірілген, соны саламын. Осымен біздің сорпамыз дайын болды. Барлығыңызға ас болсын. Ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.